Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Құрметті мұсылман бауырлар мен әпкелер. Бүгін біз өте маңызды тақырып дұғаның қабыл болу шарттары жайлы әңгімелесеміз. Дұға әрбір мұсылман үшін рухани қару секілді. Алла тағаламен тілдесудің, оған жақындаудың ең жақсы жолы. Бірақ көбінесе дұғаларымыздың қабыл болмай жатқанын сезінеміз. Неліктен? Бұл сұраққа жауап беру үшін дұғаның әдебін, шарттарын білуіміз керек. Бүгін біз дұғаның қабыл болуына әсер ететін маңызды жайттарды қарастырамыз. Дұғаны бастамас бұрын жүрегімізді Алла тағалаға деген мадақпен пайғамбарымыз Мұхаммедке, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, салауат айтумен толтырайық. Алла тағала бізді жаратқан, бізге ризық беруші, барлық кемшіліктен пәк. Оған мадақ айту, оның ұлылығын мойындау, оған деген құрметіміз бен сүйіспеншілігімізді білдіру. Ал пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Алланың сүйікті елшісі, бізге тура жолды көрсеткен пайғамбар. Оған салауат айту, оған деген сүйіспеншілігімізді, құрметімізді білдіру. Дұғаны Аллаға мадақ айтып, пайғамбарға салауат айтып бастау, дұғаның қабыл болуына себеп болады. Себебі Алла тағала біздің оны еске алып, оған шүкіршілік еткенімізді жақсы көреді. Ал пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, салауат айту арқылы біз оның бізге жеткізген хақ дінін құрметтейтінімізді көрсетеміз. Дұғаның соңында да Аллаға мадақ айтып, пайғамбарға салауат айтуды ұмытпайық. Көбінесе біз Алла тағаланы тек қиналғанда ғана еске аламыз. Басымызға қиындық түскенде, ауырып қалғанда, қиналғанда ғана дұға етеміз. Ал жақсы жүргенде, бақытты сәттерде Алланы ұмытып кетеміз. Бұл дұрыс емес. Алла тағала бізге тек қиналғанда ғана емес, әрдайым әр уақытта дұға етуімізді бұйырады. Жақсы жүргенде дұға етсек, Алла тағала бізге басқа да нығметтерін береді, бақытымызды арттырады. Ал қиындық кезде дұға етсек, Алла тағала бізге сабырлық беріп, қиындықтан шығуымызға көмектеседі. Сондықтан, дұғаны тек қиналғанда ғана емес, әрдайым әр уақытта жасайық. Дұға өте күшті нәрсе. Оны дұрыс пайдаланбасақ, өзімізге зияны тию мүмкін. Кейде ашуланып, ренжіп жақындарымызға қарсы дұға етеміз. Бұл үлкен күнә. Алла тағала бізге жақындарымызға қарсы дұға етуге тыйым салады. Себебі, біздің дұғаларымыз қабыл болып, жақындарымызға зиян тигізуі мүмкін. Егер біз біреуге ашулансақ, ренжісек, оған тікелей айтып, мәселені шешуге тырысайық. Ал егер ол мүмкін болмаса, Алла тағаладан оған хидаят, тура жол нәсіп етуін сұрайық. Жақындарымызға қарсы дұға емес, олар үшін дұға етейік. Төртінші тармақ. Дұғаны ақырын дауыспен, жүректен шығарып айту. Дұға Алла тағаламен сырласу. Ол жүректен шығып, жүрекке жетуі керек. Сондықтан дұғаны ақырын дауыспен, жүректен шығарып айту керек. Дауысты көтеріп, айқайлап дұға етудің қажеті жоқ. Алла тағала біздің дауысымыздың қатты қабығына емес, жүрегіміздің тазалығына қарайды. Дұға еткен кезде жүрегімізді екіжүзділіктен, мақтаншақтықтан тазартып, Алла тағалаға шынайы ниетпен жалбарынайық. Шын жүректен шыққан дұға ғана Алла тағалаға жетеді. Бесінші тармақ. Дұға қылғанда Аллаға қатты жалбарыну. Алла тағала рақымдылардың ең рақымдысы, кешірімділердің ең кешірімдісі. Ол біздің дұғаларымызды қабыл алуға әрқашан дайын. Бірақ біз одан лайықты түрде сұрауымыз керек. Дұға еткен кезде Алла тағалаға құлдық ниетпен жалбарынып өтінішімізді қабыл алуын сұрайық. Алла тағала біздің дұғаларымызды естіп, оларға жауап беруді жақсы көреді. Сондықтан, одан ешқашан үмітімізді үзбеуіміз керек. Алтыншы тармақ. Дұғаны қайта-қайта жасау. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын айтқан. Алла тағалаға дұға етіп, ол оған жауап бергенше, оған дұға етуді жалғастырыңдар. Өйткені, Алла тағала құлдың одан сұрауын жақсы көреді. Дұғаны бір рет айтып, оның қабыл болуын күту жеткіліксіз. Дұғаны қайта-қайта үнемі жасау керек. Алла тағала біздің табандылығымызды, сабырымызды сынағысы келеді. Сондықтан, дұғаларымыздың қабыл болуына уақыт кетсе де, ешқашан үмітімізді үзбеуіміз керек. Құбыла, мұсылмандар үшін ең қасиетті бағыт. Біз намаз оқығанда, Құран оқығанда, дұға еткенде құбылаға қарай бұрыламыз. Құбылаға қарап дұға ету,
біздің Алла тағалаға деген құрметімізді, сүйіспеншілігімізді білдіреді. Құбылаға қарап дұға еткен кезде жүрегімізді басқа ойлардан тазартып, тек Алла тағалаға бұрылуымыз керек. Дұға еткен кезде қолымызды жоғары көтеру, біздің Алла тағаладан көмек сұрап, оған жалбарынып тұрғанымызды білдіреді. Қолымызды көтеріп, алақанымызды ашып, Алла тағаладан нығметтерін, мейірімін, кешірімін сұраймыз. Дұғаны аяқтаған кезде қолымызды бетімізге сүртеміз. Бұл біздің Алла тағаланың мейірімінен үміттеніп, оның разылығына бөленуді қалайтынымызды білдіреді. Дәрет тазалықтың белгісі. Дұға ету рухани тазалықты талап етеді. Сондықтан, дұға қылардан бұрын дәрет алу сүннет амал. Дәрет алу арқылы біз дене тазалығымен қатар, рухани тазалыққа да ұмтыламыз. Дәретпен оқылған дұғаның қабыл болу мүмкіндігі жоғары. Егер дәрет алуға мүмкіндік болмаса, тайымум алуға болады. Алла тағаладан қорқып жылау, шынайы тәубенің белгісі. Дұға еткен кезде күнәларымызды еске алып, Алла тағаланың азабынан қорқып көз жасымызды төгетін болсақ, Алла тағала бізді кешіреді. Алла тағала кешірімділердің ең кешірімдісі. Ол шынайы тәубе ететін құлдарының күнәларын кешіруге әрқашан дайын. Басқа біреуге дұға ету өте сауапты іс. Бірақ басқаларға дұға еткен кезде алдымен өзімізді ұмытпауымыз керек. Алла тағаладан алдымен өзімізге, содан кейін басқаларға жақсылық тілейік. Өзімізге не тілесек, басқаларға да соны тілейік. Себебі Алла тағала біздің дұғаларымызды қабыл алып, басқаларға да сол жақсылықты нәсіп етуі мүмкін. Тәубе, күнәларымызға өкініп, оларды қайталамауға уәде беру. Алла тағала кешірімділердің ең кешірімдісі. Ол шынайы тәубе ететін құлдарының күнәларын кешіруге әрқашан дайын. Бірақ тәубеміздің қабыл болу үшін тек өкініп қана қоймай, хақсыз істеген істерімізді түзетуге тырысуымыз керек. Егер біреудің ақысын жеген болсақ, оны қайтаруға тырысайық. Егер біреуді ренжіткен болсақ, одан кешірім сұрайық. Ата-ана біз үшін ең қасиетті адамдар. Олар бізді дүниеге әкеліп, бізді асырап бақты. Сондықтан, дұғаларымызда оларды ұмытпауымыз керек. Алла тағаладан ата-анамыздың денсаулығын, бақытын, ұзақ өмір тілейік. Егер олар қайтыс болған болса, оларға Алла тағаладан рақым тілеп, күнәларын кешіруін сұрайық. Ата-анасына жасалған дұға ең қабыл болатын дұғалардың бірі. Мұсылман бауырларымыз бен әпкелерімізге дұға ету, біздің оларға деген сүйіспеншілігімізді, қамқорлығымызды білдіреді. Дұғаларымызда олардың денсаулығын, бақытын, имандарының күшеюін тілейік. Әлемдегі барлық мұсылмандарға бейбітшілік, тыныштық, бақыт тілейік. Алла тағала біздің дұғаларымызды қабыл алып, мұсылман бауырларымыз бен әпкелерімізге сол жақсылықты нәсіп етуін сұрайық. Құрметті мұсылман бауырлар мен әпкелер, дұға Алла тағаланың бізге берген үлкен нығметі. Ол біздің рухани қаруымыз, қиындықта демеушіміз, қуанышта қолдаушымыз. Дұғаны өміріміздің ажырамас бөлігіне айналдырайық. Күнделікті өмірімізде дұғаны ұмытпайық. Дұғаларымыздың қабыл болу үшін оның әдебін сақтап, шарттарын орындауға тырысайық. Алла тағала баршамыздың дұғаларымызды қабыл етіп, тура жолдан адастырмасын.